Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Мұрат Сұңқар. Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі мен әдебиеті 9 сынып 1 бөлім 9 сабақ. Сабақтың тақырыбы орта ғасыр, түркі тілі, ғылым тілі. Оқу мақсаттары: ғылыми стильде жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшеліктерін анықтап, талдау жасау. Тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер құрауда мәліметтерді жинақтап, дерек көздеріне сілтеме көрсетіп жазу. Осыған сәйкес, сабақтың мақсаттары: қызықты суреттер арқылы жаңа тақырыппен танысу, сұрақтар арқылы өз пікірін айту, мәтінді оқып берілген ақпараттар арқылы кластер жазу, суреттегі ұлы ғалымдардың шығармалары туралы ғаламтор арқылы ақпараттар тауып сілтеме жазу, мәтіннің жанрын анықтап, тақырып қою. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың бірінші тапсырмасы қызығушылықты ояту тапсырмасы. Қызықты суреттер тәсілінің негізінде суреттерде бейнеленген тұлға жайлы айтамыз. Қанекей балалар, осы берілген суреттерге жақсылап тұрып назар аударамыз. Бірінші суреттегі, екінші суреттегі, үшінші және төртінші суреттегі адамдарды танисыңдар ма? Балалар, сендер осы портреттегі адамдарды білесіңдер ме? Бұл адамдар қандай адамдар? Осы ғалымдар қай ғасырда өмір сүрген? Біздің бүгінгі тақырыпқа қатысы бар ма? Қалай ойлайсыңдар? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Тақырыбымызға сәйкес сабаққа байланысты жаңа сөздер: ойшыл, ғалым, барлық саласын, орасан мол, көзі тірісінде. Ойшыл, ғалым, барлық саласын, орасан мол, көзі тірісінде. Берілген жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазамыз. Келесі тапсырма оқылым жазылым тапсырмасы. Балалар, оқулықтағы 22-ші беттің 2-ші тапсырмасы. Мәтінді оқып, берілген ақпараттар арқылы кластерге жазу, суреттегі ұлы ғалымдардың шығармалары туралы ғаламтор арқылы ақпараттар тауып сілтемесін жазу, мәтіннің жанрын анықтап, тақырып қою. Балалар, мәтінді жақсылап тұрып оқимыз. Осы тапсырма бойынша берілетін дескрипторлар суреттерді сипаттайды, бүгінгі сабақ тақырыбымен байланыстырады, кластер құрауда мәліметтер жинайды, өз ойларын кластерге жазады, мәтіннің жанрын анықтап, ғалымдар туралы ғаламтордан сілтеме көрсетеді. Осындай дескрипторлар арқылы 2-ші тапсырманы орындаймыз. Сабағымызға байланысты рефлексия. Балалар, сабақ қорытындысы бойынша ойланамыз. Бүгін не үйрендің? Не үйренгің келеді? Сұрақтарына жауап беруге тырысамыз. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.